Сәлем достар, бүгін мен осындай тоқаш пісірдім. Өте жұмсақ, жеңіл, жеуге өте сүйкімді тоқаштар болды. Жасалу жолын көргіңіз келсе, алдағы видеоны соңына дейін көріңіз. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліңіз. Қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ұнап жатса, достарыңызбен, туған туыстарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыз. Сәлем достар, бүгін сіздермен үлпілдеп піскен тоқаштың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге 150 мл су керек. Суымыз өте жылы су. 200-220 мл жылы сүт. 1 шай қасық ашытқы және 1 шай қасық қант қосып араластырамыз. Және оған 2 ас қасық ұнды салып, тағы да біркелкі масса болғанша дейін араластыра береміз. Біркелкі масса болған кезде бетін жауып, 5-10 минутқа қалдырамыз. Егер ашытқыңыз ұзақ уақыт бойы бір үйде қалып қалды, ашық болып пайдаланылмай тұрды, немесе дүкеннен ала салдыңыз, қандай екенін білмедіңіз, ондай жағдайда міндетті түрде ашытқының көтерілу деңгейін біліп алғаныңыз жөн. Егер ауа бармастай етіп жапсаңыз, ол сізде дайындалу уақытын қысқартады. Қақпағын ашып көреміз. Міне ақырындап көтеріле бастағанын байқасақ, көпіршіктене бастағанын байқасақ, ол біздің ашытқымыздың қалыпты екенінің белгісі. 1 шай қасыққа жетпейтін тұз саламыз, 1 жұмыртқаны саламыз. Және 50-80 грамм сары майды ертіп, оны қосамыз. Ұнды електен өткізіп алып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды бірден көп қоспаймыз, ақырын осылай сұйық қоймалжың қамыр илеп аламыз да, одан кейін үстіне ақырындап қосып отырамыз. Сол кезде бізде қамырымыз өте үлпілдек болып көтерілетін қамыр шығады. Осылай қою қаймақ сияқты масса жасап алғаннан кейін ақырындап 2-3 бөлікке бөліп, тағы да ұнды қосып араластырып отырып илейміз. Ең соңында тағы да біраз ұн саламыз да, әрі қарай қолымызбен араластырамыз. Аздап қолға жабысатын өте жұмсақ қамыр болады. Қараймыз, мынандай қолға, егер қолымызбен былай ұстасақ, бұл жабысады қолымызға. Ал жай илегенде, сыртынан былай ауыстырған кезде қолымызға жабыспайтын, бірақ өте жұмсақ қамыр пайда болды. Енді бұны шамамен жарты сағатқа қалдырамыз. 20 минут жарты сағатта бұл көлемін 2 есе өсіріп көтеріледі. Енді тоқашымыздың ортасына салатын салманы дайындаймыз. Қазанға 30-50 грамм сары майды салып, оған ет тартқыштан өткізілген 4 орташа пиязды сөлінен бөлек алып, салып қуырамыз. Сұйықтау бөлігін алып қаламыз. Пияздың суы тартылып, қуырылған иісі шыға бастаған кезде 500 грамм майлау фаршты қосып қуырамыз. Жарты шай қасық тұз және 3-1 шай қасық бұрыш қосамыз. Және бұған дейін алып қалған пияздың сұйық бөлігін құйып бірге бұқтырамыз. 15-20 минут бұқтырамыз. Фаршты басқа ыдысқа аударып аламыз, салқындау болатындай. Және оған 2 ас қасық лечо деген кетчупты араластырамыз. Егер сіз кетчуп араластырмайтын болсаңыз, тұз бен бұрышты 2 есе көп қосуыңыз керек. Барлығын жақсылап араластырып, суытамыз. Салмамыз дайын. Енді бұған дейінгі
илеп қойған қамырымызға келеміз. Қамырымыз көтерілді. Оны түсіріп, егер қамырды жұмсақтау ойлесеңіздер, ол бұдан да өте қатты көтеріледі. Енді біз қазір ақырындап қолымызды майлап алып, бұны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бірнеше бөлікке бөлген қамырымыздан осындай 25 немесе 30 аралығында дөңгелек қамыр жасап аламыз. Енді осы қамырды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Әрбір жайылған қамырдың бөлігіне бір қасыққа жақын етіп, салманы салып бүгеміз. Үш бұрыштап бүгуге болады, дөңгелектеп немесе ай тәріздес етіп бүгуге болады. Маған ең ыңғайлысы әрі оңайы үш бұрышты етіп бүгу, самса тәріздес етіп. Осылай пергамент төселген табамызға сала береміз. Тоқаштарымыздың барлығын бүгіп болғаннан кейін, оның бетіне ауа бармастай етіп, мен силиконды кілемшемен жабамын, немесе кәдімгі полиэтиленді қалтамен жабуға болады. 15 минуттай жауып қоямыз. Бір жұмыртқаның сары уызына 2 ас қасықтай сүт құйып, бетіне жағатын жұмыртқамызды дайындап қоямыз. Жұмыртқаны бетіне жағып шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағылған тоқаштарымызды 150-180 градус аралығында қызып тұрған пешке салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Тоқаштарымыз пісті. Сонымен тоқаштарымыз пісті, немесе пирожкилеріміз дейміз, әлі жылы. Өте жұмсақ, тартымды, нәзік, сондай болып піскен. Астарыңыз дәмді болсын.